Сәлем құрметті достар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ресейдегі Вагнер ЖЭК қатарына қосылған қазақстандыққа отанына оралғанда қылмыстық жаза қолданылуы мүмкін. Бұл туралы қр СИМ ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді деп хабарлайды Тengrinews тілшісі. Смадияровтың айтуынша, Қазақстан азаматы Вагнер ЖЭК-ге өз қалауы бойынша қосылған. Әрине, қатарға қосылуға ниет білдірген немесе ойлап жүрген азаматтың барлығы 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін ескерткім келеді. Онда олар ойлағандай романтика жоқ. Оларға айтарым: балалар, бұл сендер қосылатын соғыс емес. Абайлаңыз, отбасыңызды ойлаңыз. Бәріңіз ересек адамсыздар, және ол жігітте кәмелетке толған. Өкінішті әрине. Біз көмектесеміз, ата-анасымен байланыстамыз. Ресейдің құзырлы органдарына барлық тиісті сұранысты жібердік. Біз ақпаратты тексереміз, әрине. Мүмкіндігінше толық көмек көрсетеміз. Бірақ Қазақстанға оралғаннан соң ол қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескерту қажет, деді Айбек Смадияров. Құрметті көрермендер, сақ болыңыз. Бұл жағдайға сізде өзіңізге керекті қорытынды шығарып, лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.